Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін сіздерге қарапайым теледидардан смарт ТВ жасап шығаратын құрылғыға қысқаша шолу жасап өтпекпін. Бұл құрылғы Қытайдан Gearbest интернет дүкенінен тапсырыс берілген. Аты B-Link X2 деп аталады. Мінекей. Ішінде Android операциялық жүйесі орнатылған. Яғни кез келген теледидарды, былайша айтқанда, Android планшетке айландыратын осындай бір құрылғы. Бұл құрылғы мінекей мынандай бір қорапшада келген болатын. Мінекей мына жерде характеристикасы көрсетілген 4К. Мінекей жаңа кодек H265 деген форматты қолдайды. 4 ядролы процессоры бар, Wi-Fi бар деген сияқты. Мінекей ішінде мынандай ғана бір қысқаша инструкциясы бар. Ішінде мінекей мынандай HDMI кабель, блок питаниясы болған және пульт болған. Азу 1 гигабайт, өзінің жадысы 8 гигабайт, Wi-Fi бар, Ethernet, яғни мына жерге өзіміздің үйдегі компьютерлерге қосылатын проводной интернет дейді. Сондайды қосуға арналған ұяшығы бар. 5 вольттық токпен, 5 вольт 2 амперлік токпен питание алады, яғни ток алады. Мінекей бас жағы мынандай. Кәдімгі өзіміздің қарапайым ноутбуктердің басы сияқты, зарядкасының басы сияқты. Және операциялық жүйесі Android 4.4. Неге осындай қорапша, ешқандай артықшылығы, ерекшелігі жоқ. Бұл мінекей осындай құрылғы, кішкентай ғана осындай 4 бұрыш пластиктен жасалған. Мінекей алдыңғы жағында мынандай индикаторы бар. Сол жағында еш нәрсе жоқ. Артқы жағында мінекей мына питанияның ұяшығы бар және бір USB порт. Бұл жерде менде пульт қосылған, Air Mouse дейді. Мына жерде HDMI порт бар. Яғни осы HDMI порттың көмегімен теледидарға жалғанып, барлық осы видео, аудио сигнал осы кабельдің көмегімен біздің теледидарға кетеді. Және жаңа айтып өткенімдей RJ45 деген порт бар. Бұл жаңа проводной интернет қосуға арналған порт. Және оң жағында тағы бір USB порт және micro SD флешка салуға арналған осындай ұяшық бар. Неге қазір осы құрылғымызды қосып көрейік. Қосу үшін кнопкасын басамыз. Мінекей осындай механикалық кнопкасы бар. Не болмаса мына пультіндегі power кнопкасын басып қосамыз. Мінекей қосылған кезде қызыл индикатор көк болып жанады. Және теледидарымызды да қосып, теледидарымызды HDMI деген режимді таңдауымыз керек біз. Мінекей достар, құрылғымыз осылай қосылады. Бұл құрылғыны басқару үшін мінекей өзінің комплектісінде бірге келген осындай пульт бар. Осы пульттің көмегімен басқарсақ болады. Мінекей мына 4 батырманың көмегімен жоғары төмен деген сияқты. Бұл пультпен басқару кішкене ыңғайсыздау енді. Сондықтан мінекей мынандай қарапайым осындай беспроводный мышка дейді. Осындай сымсыз тышқанның көмегімен басқара берсек болады. Бұл да өте ыңғайлы. Бірақ ең ыңғайлы түрі деп мен өзім осы пультты айта аламын. Мінекей мынау Air Mouse деп аталады. Яғни осы әуе тышқаны, қазақшасы. Осы әуе тышқаны көмегімен мінекей мына біздің дисплейімізде осы курсорды кәдімгі компьютердегі сияқты өстіп пайдалана берсек болады. Өте ыңғайлы. Егер де осындай TV бокс алып жатсаңыздар, осындай құрылғы алып алуға кеңес беремін. Мінекей енді бұл құрылғының программалық жағына келетін болсам, бұл кәдімгі планшет сияқты жұмыс жасайды. Бірақ бұл аппарат TV бокстардың ішіндегі ең арзаны болғандықтан сәл әлсіздеу. Сондықтан кішкене ақырындап жұмыс істеу мүмкін. Бұл құрылғының ең басты қызметі мен үшін осы теледидар арқылы интернетте кино көру, телевидение көру, не болмаса YouTube қарау. Мысалға мінекей YouTube-ты ашып көретін болсақ, өзінің приложениесін қойып қойған болатынмын Play Market-тен. Мінекей кез келген осындай YouTube-тағы видеоларды ашып көре берсек болады. Мысалға мінекей кез келген видеоны ашып қарай береміз. Мінекей көрдіңіздер, YouTube өзі
ешқандай тежеліссіз жақсы көрсетіп тұр. Бұл мен үшін ең басты қызметтердің бірі осы TV Box'тың. Және де мына Chrome немесе кез келген браузер арқылы өзіміздің қалаған сайттарымызға кіріп, кез келген мәліметтерді оқып көре берсек болады. Мен мысалға бұл жерде көбінесе онлайн трансляция матчтарды қараймын. Мысалға мінекей осындай Goal.org деген сайт бар. Әрқашан осы болып жатқан матчтардың жаңағы трансляциясын онлайн көрсетеді. Осы сайт арқылы мен футбол матчтарын не болмаса басқа да трансляцияларды көруге мүмкіндігім бар. Және бізде Қазақстанда көп таралған Ғалам ТВ деген приложение бар. Көпшілігіңіз білетін шығарсыздар. Осы жерден де мінекей қазақстандық арналарды көре берсек болады. Бұл жерде енді интернеттің жылдамдығына байланысты қаншалықты жақсы көрсететіні. Мінекей бірден трансляция басталып кетті. Сапасы жаман емес. Мінекей мына астыңғы панелін жасырып қойсақ, толық экранға көшеді. Не болмаса мінекей кез келген өзімізге ұнаған каналдарды ашып қарай берсек болады. Мінекей канал деймізде. Музыкальный мысалға Каку ТВ. Мінекей Каку ТВ-мыз көрсетіп жатыр. Ешқандай тежеліссіз. Мына жерден кішкене суреттері загрузка болмай тұр. Және мінекей MX Player деген плеер қойып қойғанмын. Мінекей өзіміз флешкаға жазылған неше түрлі фильмдерді көре берсек болады. Және де осы сияқты мінекей ресейлік Бизон ТВ деген бар, Lazy IPTV дейді, Ивиру, Мигуго барлықтарын қойып, осы жерде ресейлік болсын, еліміздің болсын телеарналарын көре берсек болады. Бізге тек керегі жылдамдығы жоғары интернет керек. Netflix дейді, бүкіл әлемге кең таралған интернет телевидениенің бірі. Және де бұдан басқа Play Market'тен осы қарапайым ойыншықтарды орнатып алып ойнай беруге де болады. Неке қазір сіздерге ойнап көрсетейін бірінші. Неке ол үшін неке мына мышкамыздағы оңға солға деген батырманы басып отырып жүрсек болады. Бұл ойынды тек осы AirMouse'тың көмегімен емес, жаңағы өзінің комплектісінде жүретін пультпен ойнасақ та болады. Ол жерде жаңағы жоғары төмен деген батырмалар бар. Сол батырмаларын басып отырып машинамызды басқарсақ болады. Мінекей достар, осындай тек қана ойындар емес, Play Market'тен басқа да бағдарламаларды жүктеп алып, TV Box'ымызға қойып қойсақ болады. TV Box'ымызға тіпті жаңа веб-камераны жалғап, Skype ретінде пайдалансақ та болады. Мүмкіншіліктері өте жоғары, жаңа USB порттары бар, кез келген құралдарды қосып, клавиатура, мышка деген сияқты жаңа веб-камерамыз бар. Барлығын қосып, осы компьютер сияқты, планшет сияқты пайдалана берсек болады. Яғни былайша айтқанда, телевизорымызды, үйдегі теледидарды үлкен бір планшетке айналдырудың өте бір жақсы амалы. Неке мысалға онлайн радио тыңдасақ та болады кез келген уақытта. Мінекей достар, енді бұл планшет сияқты болғандықтан басқа аппараттармен шамамен салыстырғандағы өзінің күшін осы Antutu арқылы білсек болады. Мінекей Antutu'да 17700 ұпай жинайды. Бұл енді әрине көп емес, бірақ жаңағыдай YouTube'тан видео қарап кішігірім ойындарды ойнағанға былай да былай жетеді. Мінекей информацияны көретін болсақ, мінекей Android 4.4 Allwinner деген процессор қойылған, және графический CPU. Бұл жерде Mali 400MP деген қойылған процессор. Бұл өте енді әлсіз ускорительдердің бірі, сондықтан жаңағы үлкен ойындарды ойната алмайды бұл. Мінекей азу 1002 мегабайт деп тұр, яғни 1 гигабайт бар. Мінекей бос 334 мегабайт дейді. Бұл мінекей қараңыздар, қазір мінекей біраз приложение тұр памятте, сол ішінде 300 мегабайт қана тұр бос.
негізінде посткезде шамамен 500 мегабайттай бос орын болады азуда. Мінекей жартысы 5,5 гигабайт деп көрсетілген. Енді бұл бізге қол жетімдісі. 8 гигабайттан 5,5 гигабайт қол жетімдісі. Мен оны приложение басқа программалар қойғандықтан дәл қазір бос орын 3,5 гигабайт. Мінекей экран кеңейтілімі 1280-720 деп тұр. Бұл менің теледидарымда Full HD экран болмағандықтан сол HD экран ғана, HD кеңейтілім ғана беріп тұр. Сондықтан бұған назар аудармай қойыңыздар. Бұл аппарат енді мен $24 алдым. Қазір Gearbestте шамамен $28 тұрады бұл аппарат. Мінекей достар, осындай қарапайым TV Box. Егер қазіргі сәтте осы нарықтағы біздің магазиндерде сатылып жатқан смарт TV-ларды қымбат деп ойласаңыз, қымбат деп шешсеңіз, мінекей осындай бір жақсы шешім бар. Қытайдан арзан бағаға осындай TV Box сатып алып, үйдегі кез келген қарапайым теледидарды смарт TV-ға айналдырсақ болады. Бұның мүмкіншіліктері смарт TV-дан да үлкен, мысалға Play Market-тегі көптеген приложениелерді орнатып алып, ойындар болсын, басқа да керек бағдарламалар болсын, осы теледидарда пайдалана берсек болады. Мінекей достар, әзірге осы. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға жазылып достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер де сұрақтарыңыз болса, ВКонтакте желісіндегі тобымызға қосылып, сол жерде қойсаңыздар болады.